Құрметті студенттер, сіздердің назарларыңызға қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы пәнінен амонимдер, амофондар, амографтар атты дәріс оқылады. Менің аты жөнім Қанапина Сауле Ғалымбек қызы. Амоним тұлғасы бірдей, мағынасы мен мазмұны мүлде бөлек сөздер. Амоним сөздер әртүрлі ұғымдарды бір дыбыстық таңбамен белгілейтін тілдік бірліктер. Тілімізде амонимдердің мынандай түрлері бар: лексикалық амонимдер, лексика-грамматикалық амонимдер, аралас амонимдер, гомогенді амонимдер, гетерогенді амонимдер. Лексикалық амонимдер тобындағы сөздер бір ғана сөз табына қатысты болады да, барлық жағдайда бірыңғай формаға ие болып тұрады. Лексика-грамматикалық амонимдер тобындағы сөздер әр сөз табына қатысты болғандықтан түбір тұлғасында ғана амоним болады да, қалған уақытта әр сөз өзіне қатысты формалармен түрленіп өзгере береді. Аралас амонимдер осы екі топтағы амонимдердің қасиетін бірдей қамтиды. Бұлардың компоненттері екеу ғана болмай, көп компонентті болып ұшырасады. Сондықтан амонимнің бұл түрі аралас амонимдер деп ерекше аталады. Амофондар. Амофондар дегеніміз айтылуы бірдей болып, естілгенімен жазылғанда өз ерекшелігін сақтап, түрліше жазылатын сөздер. Мысалы, асшы, ашшы, тұзшы, тұзшы, тағы басқа. Амографтар. Амографтар дегеніміз жазуда бірдей жазылғанымен өзгеше мағына беретін сөздер. Мысалы, баспа ол аурудың аты, баспа етістік. Алма ол жемістің түрі, алма болымсыздық етістігі. Сіздердің назарларыңызға келесі пайдаланылған әдебиеттер ұсынылады. Қазіргі қазақ тілі, авторы Анар Салқынбаев, қазақ тілінің лексикологиясы, авторы Әсет Болғанбаев, қазақ тілінің стилистикасы, авторы Есіркепова Кенжегүл Қабылғазықызы, және де тіл білімінің негіздері, авторы Кәкен Аханов.